сүйүктүү окурмандарым, біраз болды сіздерге видео салмағаныма. Бізде біраз өзгерістер, біраз жайттар болды. Ауылға көшіп келдік. Қырдағы жер онша болмағандықтан енді осында малға қарау процесі басталды. Осылай жолдасыма көмектесіп тұрамын арасында, балдардан бос кезімде. Бүгіндікке жолдасым кеш келгеннен кейін бір-екі жұмыстармен жемді кеш салып жатыр. Қазір қойларды кіргізем дегенше кеш болып кетеді, күннің батқан кезі. Осылай күнделікті өміріміз. Осылай жемдер алып келіп қойғанбыз бидайды. Бидайдың бәрін жібітіп, 2 күн тұрады. Алдын ала бәрін жібітіп, дайындап, осылай қапқа салып, апарып салады жолдасым. Бірақ көтеріп көрейін десең, ол көтер алмайды екенсің. Жолдасым өзі зорғадан көтеріп жүр. Осылай қолдап кетіңіздер. Сіздерден басты қолдау күтемін. Алдыңғы видеода қойларды көрсет деген екенсіздер. Мына жерде қойлар қараңғыдан чөт-чөт көрінбей қалған. Айып етпейсіздер. Кемшілік жері болса айтып отырыңыздар. Мен оны туырлаймын. Басты сіздерден күтерім, қолдау күтем. Лайк басып, тіркеліп, қолдап, өз блогымды дамытқым келеді. Сіздер маған көмектессеңіздер. Осылай. Жолдасым кішкентайымды алып алып, мына жердің шаңқыған қойлардың топталып тұрғаны ғой. Қазір бұдан беттер шаңқиды. Қойлар жемге жүгіріп келетін болған. Жайлауға жайылып кеп. Күнделікті бұндай уақытта кіргізбейтінбіз, бірақ бүгін кешкірді. Осылай сіздерге де қой нақты көрінсін деп, телефонды жақындатып, камерасын жағып түсірдім, бірақ шаңынан онша көрінбей тұр. Ал бұлар менен қашып жүр ғой. Сосын мотоциклден, білмеймін, мотоцикл деп айтамыз бізше, сіздер қалай айтатындарыңызда. Осылай музыкасын қойып, балам бұған отыру десе жан дейді. Отырғызып, біраз қызым билеп бар жақта. Сау болыңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған мен, Жарылқасын Ұлжарқын Бекалықызы. Жас отбасы.